Баршаңызға салам достар, бүгін сіздерменен видеоға осындай стикер қою жайлы сабақ өтетін боламыз. Сіздерменен бұл қысқа ғана сабақ болады, бұл өте оңай. Енді сіздерге мен түсіндіріп кетейін. Қазір мына жерде енді біз өзіміздің видеоларымызға пайдаланатын болсақ, мысалы мына жерде стикер деген бар. Мінекей, мына көріп тұрған болсаңыздар, стикер бөліміне кіресіз. Мінекей, мына жерде стикердің кез келген түрі бар. Мысалы, өзіңіздің видеоңызға арнайы бір стикер қойсаңыздар болады. Мен мысалы осы видеоны лайк басыңдар, бөлісіп таратыңдар деген кезде мынандай стикер қоямын. Мінекей, бұл стикерді сіз мысалы кез келген стикерді мына жерде 4 кнопкасы тұр, яғни мына кнопка стикерді осылай айналдырып қою, ал мынау жанындағы кнопка бұл көшірмесі, яғни дубликат, 2 дубликат деген сөз болып есептеледі. Ал мына жерде болса, бұл көріп тұрған болсаңыздар анимация, яғни сіздің стикеріңіз қалай пайда болады, сол жайлы анимация. Сіздермен анимация сабағын түсіндірген болатынмын, яғни кірістегі вывод, шығыстағы вывод, сосын зациклит, бұл бастан аяқ ойнап тұратын стикер болып есептеледі деген сөз. Ал мына жерде осылай сіздер өздеріңіз видеоларыңызға осылай стикерлерді қойсаңыздар да болады. Яғни оның размерін осылайша үлкейтіп немесе кішірейтіп қоюларыңызға да болады деген сөз. Мінекей. Енді бұл жерде стикер бөліміне кіретін болсақ, мына жерде түрлі жанрлар бар, яғни мінекей, мынау влог, яғни сіздер видео түсірген кезде өздеріңіздің видеоларыңызға қатысты мына жерде кез келген стикердің түрін таба аласыздар. Мінекей, мына жерде смайлик деп қойған, яғни 3D смайликтер, жай ғана смайликтер, мінекей өздеріңіз көріп тұрған болсаңыздар, мына жерде X деген знак, бұл яғни дұрыс немесе қате деген сияқты осындай знактар. Енді сіздер өздеріңіз видеоларыңызға байланысты осы жердегі түрлі жанрларды таңдап өздеріңіздің видеоларыңызға пайдалансаңыздар да болады. Мына жерде мінекей жанрлар өте көп, көріп тұрған болсаңыздар. Мінекей, мен мына мысалы стикерді осылай аламын. Бұл жерде мына қарап отырсаңыздар жанрлар өте көп, яғни CapCut бағдарламасы стикерге өте бай болып есептеледі. Бұл бағдарлама, яғни мына жерде кез келген стикерді осылай үстінен басып, жүктеп алып видеоңызға пайдалансаңыздар да болады деген сөз. Мінекей, менде стикердің үстінен бір басқанымда осылайша бұл стикерді мендегі CapCut бағдарламасы жүктеп алды. Яғни мінекей осылайша мен стикерлерді осылай жайып тастаймын, оның қалағанша размерін үлкейтіп кішірейтуге де болады. Мінекей керек емес стикерлерді дәл осы тұрған жерінен өшіріп тастаймын, немесе осылай мінекей кез келген стикерлерді осылайша өшіріп тастауыма болады. Енді мінекей, мына көріп тұрған болсаңыздар, мына стикерді мен видеоға пайдаланамын, яғни видеоның мына бас жағына қойып, сосын размерін кішірейтіп және былайынан қойып қоямын, яғни мінекей мен сіздерге примерно көрсетемін, және стикердің пайда болуындағы осылайша мен анимацияны қоямын. Мінекей, бізге мына осы дұрыс деп ойлаймын, яғни анимациясына кіресіз, мына жерде скоростын осылай созып қоюыңызға да болады деген сөз. Мінекей, енді стикердің үстінен басамыз, мына жерде отразить деген бар екен, яғни сіздерге қазір отразить дегенді түсіндіріп беретін боламын. Яғни отразить дегенді түсіндіру үшін мен сіздерге мына стикерді қойып берейін. Яғни мінекей, мына стикерді мен жүктеп алдым. Енді мына жерде бұл отразить деген мінекей оңға немесе солға осылайша қою деген сөз, немесе осылай аударып қойсаңыздар да болады, осылай отразить деп осылай кез келген жерге осылай қоюға да болады деген сөз. Ал мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай удалить, немесе мына жерде выбрать деп қойған, осы стикерлердің барлығын таңдап, сосын өшіруге болады деген сөз. Яғни әрқайсысын жеке-жеке удалить етпей, осылай барлығын бірден таңдап удалить етуге де болады деген сөз. Егер барлық стикерлерді орнына қайтару керек болса, мына қайтару кнопкасын басып, осылайша стикерлерді қайтарып аламыз. Сосын мына жерде основной деген бар, бұл яғни сіз осылай стикеріңіздің кадрын осылай жылжытып отыратын болсаңыздар, мына жерде осылайша ручной істеулеріңізге болады. Яғни бұл не үшін керек десеңіздер, стикер сізде үлкен размерде тұрса, қалаған жерге осылай қоюыңызға болады. Ал егер бұл стикер өте кішкентай болатын болса, сіз бұны жылжытуыңыз қиындау болады. Яғни жылжытып жатқан кезде осылай айналып кетеді деген сөз. Мінекей, осылай орындары ауысып сізге қолайсыз болуы мүмкін қоюға. Сол үшін мына жерде основной бөліміне кіріп, осы жерден редактировать етсеңіз болады. Мына жерде масштаб бар екен. Енді масштабты сіз мысалға масштабты барынша үлкен қыласыз, немесе барынша осылайша кішкентай қылатын болсаңыз, сізге көрінбей қалуы мүмкін. Яғни сіз бұны қолыңызбен осылайша істеп жатқан кезде
сіздің қолыңыз стикердің үстіне жауып масштабын сіз көре алмауыңыз мүмкін. Сол үшін мына жерден пайдаланатын болсаңыз, мінекей стикер өте кішкентай болды бізде. Мына жерде основной бөліміне кіреміз, немесе осылайша масштабын үлкейтеміз. Ал мына жерде повернуть деген бар. Яғни бұны сіз қолмен де істесеңіз болады, мына жерде өзіңіз ручной істесеңіздер де болады, немесе мына жердегі осы инструмент арқылы істесеңіздер де болады деген сөз. Сіздерге стикер жалпы түсінікті болды деп ойлаймын. Стикер мына жерде слой деген бар. Бұл слой жайлы кейінгі сабақта түсіндіретін боламын. Енді мына жерде ең соңғы функция отслеживание деген бар. Бұл дегені, яғни біздің мына объектіге осы стикерді қою деген сөз. Яғни қазір сіздерге көрсететін боламын. Мен мына стикердің барлығын өшіріп тастаймын. Ол үшін стикердің үстіне басып, мына жерде выборетті басамын. Сосын осылайша стикерлердің барлығын таңдап шығамын және удалить етемін. Сосын мына жерде стикер бөліміне кіремін. Мен мысалы мына очкені мен осы адамға дәл өстіп кигізіп қоюды қалаймын. Яғни мына екі көзіне. Енді бұл жерде мен осылайша стикерді видеоның басына қоямын. Мінекей мына адам бетін бұрған кезде очки ешқандай бұрылған жоқ, бұл жайында қалып кетті деген сөз. Енді бұл жерде мына объектімен бірге, мына стикер объектімен бірге қимылдауы үшін отслеживанияны басамын, сосын видеоны бас жағына қойып, мына ползунокты алып, осылайша адамның бетіне қоямын және кішігірім осылайша кішірейтіп қоямын размерін. Сосын мына чат отслеживание деймін. Мінекей күте тұрыңыздар. Неге бізде дайын болды? Міне сіздерге результат. Өздеріңіз көріп тұрған болсаңыздар, объектпенен бірге стикерді қимылдап жатыр. Мінеге дәл өйстіп стикерлерді өздеріңіз видеоларыңызға пайдалансаңыздар да болады. Жалпы сіздерге стикер бөлімі түсінікті болды деп ойлаймын. Мына жерде стикердің ең майда түрлері бар екен, ал мына жерде бренд деп қойған. Яғни бұл жерде стикерді брендтегі стикерлерді өздеріңіз жүктеп алсаңыздар болады. Мына избранный деген бар. Яғни стикердің үстінен басып тұрсаңыз, осылайша избранныйға түседі. Сосын сіз ол стикерді тест алу үшін мына жерде избранныйды басып, осылайша видеоңызға алып пайдалануыңызға да болады деген сөз. Жалпы сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын стикер жайлы. Келесі видеоларда кездескенше сау сәлемет аман болыңыздар.